Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге әйгілі фило қамырын оқтауды пайдаланбай, осылай қолымыздың көмегімен 2 минутта жаюды үйренетін боламыз. Бұл қамырдың ерекшелігі, бұл жыртылмайды, ешқандай жері тесілмейді, өте сондай эластичный болып табылады. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға тұзды қосып араластырамыз. Одан кейін ортасын ашып, салқын суды құямыз. Мен алдын ала мұздатқышқа салып алдым. Сосын жұмыртқа, өсімдік майын құйып араластырамыз да жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр қолға жабысуы мүмкін, бірақ та артық ұн қоспаңыздар. Сәл көбірек илесек, қамырымыз жұмсақ әрі қолға жабыспайтын болып шығады. Енді қазір қамырымызды пакетке ораймыз да 2 сағат демалдырамыз. Ол 2 сағаттың бірінші сағаты тоңазытқышта тұру керек, одан кейін келесі екінші сағаты бөлме температурасында тұрып демалу керек. Тоңазытқышта 1 сағат демалған қамырды алып, осылай соңғы рет суалалап аламыз. Қазір енді бұл 1 сағат бөлме температурасында тұрған кезде олай тесуге болмайды, себебі қамырымыз жыртылып қалуы мүмкін. Сондықтан осылай соңғы рет суалалап, пакетіне қайтадан орап, бөлме температурасына 1 сағатқа қалдырамыз. Енді қамырымызды жаямыз, осылай мата дастархан қолданамыз, бетіне жабыспау үшін кішкене ұн себеміз. Енді қамырымызды ортасынан бастап айналдыра отыру арқылы қолымыздың көмегімен осылай жаямыз. Байқасаңыздар, қамырымыз ұлғайып жатыр. Енді ыңғайлы болу үшін үстелдің үстіне қойып, осылай ішкі жағынан бастап тартамыз. Қамырды шетінен емес, мына жайылған ішкі жағынан бастап тартамыз. Сол кезде әдемі жайылады. Міне осы қарқынмен мына шетіндегі барлық бортиктерін тартып жаямыз. Сонда бізде өте жұқа әрі өте үлкен көлемді қамыр шығады. Бұл қамырдан түрік баклавасын, тәтті немесе ет қосылған рулеттерді және де неше түрлі тағамдар дайындауға болады. Мен осы жолы ет қосылған рулет дайындаймын. Ол үшін сары майды ерітіп, осылай қамырдың бетіне жағып шығамыз. Салмасын дайындап, осылай қамырдың бір шетіне саламыз. Қамырымыз өте жұқа болғандықтан қолымызбен оны аудара алмаймыз, сондықтан да жаңағы мата дастарханның көмегімен осылай рулетімізді орап шығамыз. Пергамент қағазының үстіне салып, үстінен жұмыртқаның сарысын жағамыз. Одан кейін қалауыңызша күнжіт дәндерін сеуіп, 170 градуста қызып тұрған пешке 40-45 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің етті рулетіміз дайын болды. Енді үстелге ұсынуға болады. Достар, негізінде бұл етті рулетіміз фило қамырмен дайындауға болатын көптеген тағамдардың бір бөлігі ғана. Сіздер осы видеода көрсетілгендей фило қамырын оқтаудың көмегінсіз 2 минутта қолдың көмегімен жаюды үйреніп алсаңыздар, ары қарай неше түрлі керемет тағамдарды дайындайтындарыңызға сенімдімін. Осы видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, барлықтарыңызға ас болсын.